жаңа Қазақстанның жаназасын шығарып тастадыңыздар ма? Егер де мен сайлауға қатыспағанда, мен сол молодец қосанов болып жүрер едім. Сайлау кезінде қанша ақша алдыңыз? 2 миллион доллар ма, әлде 4 миллион доллар ма? 200 миллиондай. Ол ақшаны мен өзіме жаратып жатқан жоқпын. Егер сіз ғайыптан тайып президент болсаңыз, саяси реформаны неден бастайтын едіңіз? Мен фантастиканы жақсы көремін бала кезімде, бірақ мен фантаст емеспін ғой. Саяси өліктердің тізіміне еніп кеттім деп Сенің қорықпайсыз ба? хабарың қатты болып кетті, біреудің жаназасын шығарасын, біреудің саяси өлік дейсің. Ренжісін, ренжімесін, мен халықтың оянуына өзімнің үлесімді қостым. Бүгінгі саяси жағдайға қандай баға бересіз? Керек десеңіз, жаңа президенттің өзі жаңа Қазақстан керектігін айтып жатыр. Сіз ұлттық кеңестен тыс қалдыңыз. Енді парламенттен де тыс қалам деп қорықпайсыз ба? Біз әлі дайын емеспіз, оппозиция дайын емес. Яғни сіз сайлауға жеңем деп барған жоқсыз. Әміржан Қосановқа Назарбаев пен Тоқаев билікті бере салды деп мен ондай ой болған жоқ. Келесі президенттік сайлауға түсесіз бе? Саясатта дос болады екен, саясатта адал дос болады деген мен үлкен бір қателігім болды. Біздің Қазақстанда билік транзиті өтті деп есептейсіз бе? 20-шы жыл меніңше қандай жыл болады деп сұрайды ғой жігіттер. Мен нағыз компроматтардың жылы болады деп ойлаймын. Ана Пандора жәшігі деген бар ғой. Сол Пандора жәшігі ашылады. Неге?